Өзекті болған бір мәселе қарыз беру, қарыз алу және оны уақытысында қайтару мәселесі. Құран кәрімде қарызға ақша беруді құдды Алла тағаланың өзіне қарызға бергендей өте мақтап айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: мен миғраж түнінде жәннаттың қақпасының үстінде мына нәрсенің жазылғанын көрдім дейді. Садақа берген кісіге 10 есе жақсылық, 10 есе сауап бар. Ал қарыз берген кісіге 18 есе жақсылық, 18 есе сауап бар деген жазуды көрдім дейді. Сонда Жебелей сұрадым дейді: бұл қалайша садақа беруден қарыз берудің артық болғаны ма деп. Сол кезде Жәбірейіл алейхиссалам: садақаны әркім сұрауы мүмкін, ал қарызды шын қиналған, шын қысылған адам сұрайды. Ал енді қарыз бермеу бұл күнә болып есептеледі. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қарыз алған кісі қарызын қайтару уақыты толғанына қарамастан, мүмкіншілігі бола тұра қарызын қайтармай жүретін болса, қарызын өтеген күнге дейін әрбір күнде оның амал дәптеріне зұлымдық, яғни күнә жазылады. Саллаллаху алейхи уассалам өтемеу мақсатымен, қайтармау мақсатымен қарыз алған кісі қияметте ұры болып келеді деген. Ал қарыз алып, қарызын қайтармай қияметкер махшар алаңына барған кісіні Алла тағала: бұл кісі өзінің ақысын сенде қалдырады деп ойлап бедің деп, әлгі кісінің сауабынан, амал дәптерінен, жақсылығынан әлгі кісіге қарызының көлеміндей алып береді. Егер ол кісінің амал дәптеріне ешқандай да жақсылық болмайтын болса, қарыз болған кісінің күнәсін сол кісінің мойны артады деген. Қарыз адамның жолын байлайды. Сол үшін де мұсылман баласы алған қарызын барынша қайтаруға